Қайырлы күн оқушылар, бұл сабақта салыстыруларға байланысты есептерді шығарамыз. Біріншісі, егер мына теңдік орын алатын болса дейді, онда n, m, f, g натурал сандарының қайсысы ең кіші дейді. Енді бұл есепті шығару үшін біз бұл жерде осы кез келген 4 әріптің біреуіне қандай да бір санды береміз. Мысал үшін n-нің орнына мен 10-ды берейін. Олай болатын болса бізде 10 қосылған 3 болады. Осы тең болады. Енді m-нің орнына қандай сан қойсақ, осы 13 шығады. Соны ойлаймыз. m-нің орнына біз 17 қойсақ, 17-тен 4 тасақ, 13 шығады. Сондықтан m-нің орнына 17-ні қоямыз. Одан кейін f-тің орнына қандай санды қойғанда 13 шығады, соны ойлауымыз керек. f-тің орнына біз 8-ді қоямыз. Сол кезде 8 бен 5-тің қосындысы 13 шығады. Ары қарай қандай саннан 6-ны азайтатын болсақ, 13 шығады. Соны ойлауымыз керек. Ол жерде бізде 19 саны болады. 19-дан 6-ны алсақ 13 шығады. Енді бізде қайсысы ең кіші дейді. Ең кішісі бізде мына жерде 8-ге сәйкес. 8 деп отқанымыз, мынау бізде f-тің мәні. Олай болатын болса, дұрыс нұсқасы бізде с болады. Келесі, екінші есепте бізде мына теңдіктер орындалатын болса, ABCD оң сандарының ең үлкенін тап дейді. Енді бұл жерде бізде айнымалылардың мәні оң сан екен. Алдыңғы есеп сияқты кез келген біреуіне қандай да бір оң санды беріп көреміз. Мысал үшін бірінші тұрған бізде А. Осы А-ның орнына біз 10-ды қойып көрейік. Олай болатын болса, осы 10-ға 5 қосылады. 10-ға 5-ті қосқан кезде нәтижесі 15 шығады. Біз әрқайсысы 15 шығатындай қылуымыз керек. Яғни v квадрат минус 1 тең 15 деп аламыз. Бір мыняқа қосу болып барады. Сол кезде бізде v квадраттың мәні 16-ға тең болып тұр. V-ның мәні бізде 10 болғандықтан, v-ның орнына 4-ті қоятын болсақ, 4-тің квадраты 16 болады. Сондықтан v тең 4 деп аламыз. Келесі d-ның мәнін табуға болады. Бұл жерде d қосылған 4-ті тағы да 15-ке теңестіреміз. 4 келесі жаққа азайту болып барады, сонда d-ның мәні бізде 11-ге тең. Яғни 11-ге 4-ті қоссақ 15 шығады. Келесі бізде с квадрат қосылған 3. Осының мәні де 15 болу керек. Бұл жерден с квадраттың мәні 3 неға қосу болып барады, азайту болып барады, сонда 12 болады. Олай болатын болса, с-ның мәнін табатын болсақ, түбір астында 12. Енді бұл жерде бізде ең үлкенін сұраған, бізде ең үлкені ол d болады. Яғни ол 11-ге тең. Үшінші. Гүлнар, Назгүл, Алдияр және Бауыржан саңырауқұлақ жинады. Назгүл бәрінен көп саңырауқұлақ жинады. Гүлнар да соңғы емес. Алдияр Бауыржаннан көп жинады. Саңырауқұлақты көп жинаған ұлдар ма, әлде қыздар ма, анықтаңыз. Есептің шартына сәйкес бізде Гүлнар, Назгүл, Алдияр және Бауыржан төртеу саңырауқұлақ жинаған. Бұлардың жинаған саңырауқұлақтарының санын білмейміз. Сондықтан біз оның Гүлнардың жинаған саңырауқұлақтарының санын Г әрпімен белгілейік. Назгүлдікін Н әрпімен, Алдиярдікін А әрпімен және Бауыржандікін Б әрпімен белгілейік. Есептің енді ары қарай айтады бізде. Назгүл бәрінен көп саңырауқұлақ жинады. Олай болатын болса, біз Назгүлді Н әрпімен жазып алайық. Одан кейін Гүлнар соңғы емес дейді. Олай болатын болса, соңғы мына жерде айтылып тұр бізде. Алдияр Бауыржаннан көп жинаған. Олай болатын болса, Алдияр бізде үстіңгі жағына, Бауыржанды төменгі жағына. Яғни бізде мынау ең аз жинағаны болып тұр. Тағы бір аңғаратын нәрсеміз, бұл жерде Гүлнар соңғы емес, олай болатын болса, Гүлнар Назгүлден ол аз жинаған болып тұр. Енді біз осы жерде мынандай салыстыру белгілерін қойсақ болады. Назгүлдің жинағаны Алдиярдың жинағанынан көп, сондықтан бұлай үлкен қойсақ болады. Одан кейін бізде Гүлнардың жинағаны Бауыржаннан көп болып тұр. Себебі Бауыржан ең аз жинаған. Тағы да бұлай үлкен белгісін қойсақ болады. Олай болатын болса, біз мынадан бұлай қорытынды шығарсақ болады. Назгүл мен Гүлнардың жинағаны Алдияр мен Бауыржанның жинағанынан көп болып тұр. Сондықтан біз в нұсқасын таңдаймыз. Яғни қыздар ұлдарға қарағанда көп саңырауқұлақ жинаған екен. Төртінші. Егер де мына теңдіктер орындалатын болса, онда дұрысын табыңыз дейді. Яғни біз сандарды салыстырып, қайсысының, яғни теңсіздіктердің қайсысы орындалатындығын көрсетуіміз керек. Ол үшін бірінші біз А-ны жазып алайық. Бізде А-ның мәні 2-ның 25 дәрежесіне тең екен.
Енді в деп отырғанымыз ол 8-дің 8 дәрежесіне тең екен. Енді біз құр 8-дің өзіне тоқталатын болсақ, жалпы 8 дегеніміз ол 2-ның 3 дәрежесіне тең. Олай болатын болса, біз мынаны былай жазсақ болады. 2-ның 3 дәрежесінің 8 дәрежесі деп жазсақ болады. Ары қарай жақшаны ашқан кезде ана көрсеткіштер көбейтіледі. Олай болса 2-ның 24 дәрежесі болады. Сода бұдан аңғарғанымыз бізде аның мәні бұдан үлкен екен, ол 2-ның 25, ал 2-ның 24 дәрежесі. Енді біз бұны тағы былай түрлендірсек болады. Жалпы 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 12 түрінде жазсақ болады. Мына екеуі 24 береді. Дәл осылай жазып, ары қарай былай істеуге болады. 2-ның 2 дәрежесі дегеніміз бізде ол 4-ті береді. Сонда бұл 4-тің 12 дәрежесіне тең екен. Ал бізде с деген санымыз 3-тің 11 дәрежесіне. Олай болатын болса, бізде в с-дан үлкен болып тұр. Бұл жерде сонда ең үлкен а болып тұр. А-дан кейінгісі в болып тұр, ең кішісі с болып тұр. Сондықтан бізде дұрыс жауабы с нұсқасы болады. 5. Егер де мына теңдіктер орындалатын болса, x, y, z сандарын салыстырыңыз. Енді алдымен біз былай істейміз, дәрежелердің көрсеткіштерін жазамыз. 2-ның 3-тен 1 дәрежесі болса, көрсеткіші 3-тен 1-ге тең. Келесінікі 5-тен 1-ге тең, одан кейінгісінікі 15-тен 1-ге тең. Енді осылардың бөлімдерінде 3, 5, 15, осы үшеуінің ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз, ол 15-ге тең болады. Ары қарай былай істейміз. Бірінші x-ке тоқталайық. Біз x-тің мәнін жазбаймыз, x-ті 15 дәрежелейміз. Сол кезде бізде 2-ның 3-тен 1 дәрежесінің 15 дәрежесі болады. Бұдан ары қарай 3 пен 15 қысқарады, 5 шығады. Сонда бізде 2-ның 5 дәрежесі, ол 32-ке тең. Ары қарай y-тің 15 дәрежесін табамыз. Сол кезде 3-тің 5-тен 1 дәрежесінің 15 дәрежесі болады. 15 пен 5 қысқарады, 3 шығады. Олай болатын болса, бұның мәні 3-тің 3 дәрежесіне тең. 3-тің 3 дәрежесі ол 27-ге тең. Енді z-тің 15 дәрежесін табамыз. Z-тің орнына біз 30-дың 15-тен 1 дәрежесін жазамыз. Сөйтеміз де жақша сыртына 15 дәрежесін қоямыз. 15 пен 15 қысқарады, 1 қалады. Сонда бұл бізде 30-дың 1 дәрежесі 30-ға тең болады. Енді біз осы үшеуін салыстырамыз. Бұл жерде ең үлкені ол x болып тұр. Екіншісі бізде z болып тұр. Үшіншісі, яғни ең кішісі ол бізде y болып тұр. Дәл осы бойынша біз дұрыс жауабын белгілеуге болады. Ол бізде мынау e нұсқасы болып тұр. Яғни ең үлкен x, одан кейінгісі z, одан кейінгісі y. 6. Бөлшектердің қайсысы үлкен? Енді бөлшектерді салыстыру үшін біз оларды ортақ бөлімге келтіру әдісін қолданамыз. Мына жерде біз алдымен 2-ден 1 мен 3-ден 1 салыстырайық. Қайсысы үлкен екендігін. Ол үшін біз екеуін де ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ең кіші ортақ еселік 6 болғандықтан 2-ден 1-ді 3-ке, 3-ден 1-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 6-дан 3 шығады, келесіміз 6-дан 2 шығады. Олай болса бізде 6-дан 3 үлкен болады. Яғни бөлімдері бірдей болатын болса, алымдарының үлкені үлкен болып есептелінеді. Сонда бізде ең үлкеніне мынау жатпайды екен, сызып тастай саламыз. Келесі 2-ден 1-ді 4-тен 3-пен салыстырамыз. 2-ден 1 және 4-тен 3. Ортақ бөлімге келтірген кезде ең кіші ортақ еселік 4 болады да, мынаны 2-ге, екінші бөлшекті 1-ге, яғни өз күйінше жазсақ та болады. Сонда 4-тен 2, 4-тен 3. Бізде 4-тен 3 жағы үлкен болып тұр, бөлімдері бірдей болғандықтан. Сондықтан бізде 2-ден 1-де ең үлкені болмайды екен. Енді 4-тен 3 бізде 555-тен 4-тен үлкен болады. Бұл түсінікті нәрсе. Енді 4-тен 3 пен біз 9-дан 8-і салыстырамыз. 4-тен 3 және 9-дан 8. Бізде екеуінің ең кіші ортақ еселігі 36. Сондықтан 4-тен 3-ті 9-ға, 9-дан 8-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 36-дан 27 шығады. Ал мынау бізде 36-дан 32 шығады. Олай болатын болса, бізде оң жақтағы сан үлкен. Яғни ең үлкен мән бізде 9-дан 8 болады екен. 7. Координаталық түзуде А, В, С, Д, Е сандары белгіленген дейді, жазып көрсетілген. Одан кейін бізге мына сандардың көбейтінділерінің ішінен ең кішісін анықтау керек. Есепті шығару үшін біз алдымен былай істейік. Берілген көбейтінділерді жазып алайық. Бірінші
а мен енің көбейтіндісі екен. Одан кейін с мен д, с мен в, е мен д, д мен в. Енді бірінші бұлардың таңбаларын анықтап көрейік. Бірінші а мен енің көбейтіндісі. Бізде е деген 0 болып тұр. 0-ді кез келгенде көбейтсек, ол 0 шығады. Мынау да 0 бола салады. Өйткені 0-ге санды көбейтсек 0 шығады. Келесі, бізде с мен д-ның көбейтіндісі. Бізде с деп отқанымыз мына жерде мысал ретінде -3 ала салайық. Одан кейін д-ның мәні. Д-ның мәнінде бізде -сан болады. Оған жобамен -1,7 деп алайық. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде +10 сан шығады. Келесі с в дейді. В бізде бірден үлкен болып тұр. 2 қоя салайық оған. Екеуін көбейтетін болсақ, бізде -6 шығады. Одан кейін д в дейді. Д-ға в-ны көбейтетін болсақ, яғни -1,7-ге 2-ні көбейтетін болсақ, -3,4 шығады. Бізге енді ең кішісін көрсет дейді. Ең кішісі бұл жерде бізде теріс сандар болады. Сонда бізде -6 мен -3,4-тің қайсысы кіші деп сұрап тұр. Ол бізде кішісі с в болады. Сондықтан дұрыс жауабы д нұсқасы.
үлкен болады. Одан кейін бұл жерде x квадрат дейді, яғни минус 10-ның квадраты ол бізде 100 болады. Себебі квадраттаған кезде теріс сан оң санға айналып кетеді. Яғни теңсіздік дұрыс болып тұр. Енді бұмен біз тоқтала салмаймыз. Мына жердегі минус 8-ді алып тексереміз. Минус 8-ді қоятын болсақ, минус 8-дің кубы ол теріс сан болады. Оны арғы есептеп жазатын болсақ, 500 минус 512 болады. Енді ол бізде 64-тен кіші, ол дұрыс. Одан кейін минус 8-ді квадраттайтын болсақ, ол бізде 64 болады. Яғни екеуі тең болып тұр. Тең болатын болса, бізде шартында айтып отыр. Минус 8-ден кіші, яғни минус 8-ден кіші болатын кез келген санды алатын болсақ, оны квадраттағанда ол 64-тен үлкен болып кетеді. Сондықтан дұрыс жауап осы болады. 5. Мына теңсіздік орындалғанда төмендегілердің қайсысы дұрыс емес екенін табыңыз. Енді бұл жерде біз z пен y-тің мәндері 0-ден үлкен екендігі белгілі, сондықтан y-тің орнына біз 1-ді қояйық. Z-тің мәні одан үлкен болғандықтан оның орнына 2-ні қойып есептейік. Бірінші А нұсқасына тоқталатын болсақ, бізде А нұсқасында y-тің орнына 1, Z-тің орнына 2-ні қоямыз. Сөйтеміз да оны 1-ге бөлеміз. 3-ті береді, 3-ті 1-ге бөлсек 3 шығады. 3-тің мәні 1-ден үлкен. Бұл дұрыс екен, орындалып тұр. Келесі В нұсқасында 1 азайтылған 2 бөлінген 2 болады. Бұл минус 2-ден 1-ге тең. Теріс сан 0-ден кіші болады. Бұл да дұрыс болып тұр. Келесі y-тің орнына 1-ді қоямыз. Азайтылған 2, оны біз 1-ге бөлеміз. Бұл бізде минус 2-ге тең. Минус 2 2-ден кіші болады. Бұл да дұрыс екен. Дысына тоқталамыз. 2 азайтылған 1 бөлінген 1. Бұл нәтижесі 1 шығады. 1 0-ден үлкен. Төртеуі де орындалды, дұрысы Е нұсқасы. Орнына қойып тексере салайық. 2 қосылған 1 бөлінген 1 болады. Бұның нәтижесі 3 болады. 3 мына 1-ден кіші болмайды. Сондықтан мына теңсіздік дұрыс емес. Бізге сол дұрыс емесін анықтаңдар деген. 6. X квадрат азайтылған 2021 кішіне тең 0-ден теңсіздігін қанағаттандыратын ең кіші x-тің мәнін табыңыз. Енді бұл теңсіздікті шешу үшін біз x квадрат азайтылған 2021-ді жазып, мына теңсіздік белгісінің орнына теңдік белгісін қойып, теңдеу түрінде жазып аламыз. Бұдан ары қарай x квадрат тең болады минус 2021 келесі жаққа қарай плюс 2021 болып барады. Сонда бізде x-тің бірінші мәні минус түбір астындағы 2021. Келесі x-тің екінші мәні плюс, яғни түбір астындағы 2021-ге тең болады. Енді бұдан ары қарай шығару үшін біз интервалдар әдісін қолданамыз. Яғни координаталық түзуді сызамыз. Соның бойынан осы екі нүктені таңдаймыз. Бізде кішісі ол минус 2021 және қатаң емес болғандықтан ол боялады. Сонда минус түбір астында 2021 жазылады. Келесісінде, яғни оның оң жағында түбір астында 2021 жазылады. Енді интервалдарға бөлеміз. Сөйтіп біз осы аралықтағы кез келген бір санды таңдаймыз. Мысал үшін, мынау теріс сан оң сан болатын болса, бұның арасында 0 сан жататындығы белгілі. X-тің орнына 0-ді қоямыз. 0-дің квадраты 0-ге тең болады. Сонда минус 2021 шығады. Минус 2021 деген теріс сан болғандықтан мына аралық минус болады. Екі жағы сәйкесінше плюс болады. Бізде теңсіздікті қанағаттандыратын x-тің ең кіші мәнін анықтау керек. Бұл жерде 0-ден кіші аралық керек, ол бізде теріс аралықтар болады. Осы аралықтағы ең кіші мән минус түбір астында 2021-ге тең. Ол бізде Е нұсқасы. 7. Компьютер натурал сандар қатарының 8-ші дәрежесін басып шығарады. Яғни 1-дің 8 дәрежесі, 2-ның 8, 3-дің 8 дәрежесі тағы сол сияқты кете береді деген. Осы тізбектің қанша мүшесі 8-дің 16 дәрежесі және 3-дің 32 дәрежесі сандары арасында жатады. Бірінші біз былай істейік. 2-ның 16 дәрежесін. Осыны біз былай түрлендіріп алсақ болады. 8-дің квадраты квадратының 8 дәрежесі түрінде жазып алсақ болады. Сонда жақшаның түріне ішіне алған кезде 8-дің квадраты, ал сырт жағында 8 тұрады. 8-дің квадраты бізде ол 64-ке тең.
Сонда 64-тің 8 дәрежесі болып шықты. Келесі 3-тің 32 дәрежесі. Бұны да түрлендірсек болады. 3-тің, яғни 4 көбейтілген 8 дәрежесі деп алсақ болады. Содан біз жақшаны былай қойып жүрсек болады. 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81-ге тең. Сонда 81-дің 8 дәрежесі деп қарастырсақ болады. Енді бізде сұрап отырғаны осы екеуінің арасында мынадай сандардың осына тізбек берілетін болса, сол тізбектің неше мүшесі жатады, соны анықтау керек. Олай болса жазып алайық. 64-тің 8 дәрежесі, одан кейін келетіні 65-тің 8 дәрежесі, одан кейін 66-ның 8 дәрежесі тізбекте. Өстіп жалғасып келеді. 81-дің 8 дәрежесін жазып қойық. Сонда осы екеуінің аралығында жалпы қанша сан бар, соны анықтауымыз керек. Бұл жерде бізде 65, 66 деп санайтын болсақ, осы екі аралықта бізде жалпы 16 сан жатады. Бұл бізде В нұсқасы болады.